Қайырлы күн достар, баршаңызға сіздермен Гүлбану. Бүгін сіздермен бірге фунчуза салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, желімтал салат әрі тойымды. Бұл салатты басқа елдерде ыстық тағам ретінде де беріледі екен. Ал ендеше біз бастаймыз. Бізге керекті заттар түрлі түсті тәтті болгар бұрышы, сәбіз, помидор, огурцы, чеснок, ет, пияз, чимчим приправа және де фунчуза лапшасы керек болады. Ең әуелі етімізді турап аламыз. Ешқандай май жоқ, кәдімгі қара кесек етімізді осылай жіңішке етіп турап аламыз. Барынша тез пісу үшін жіңішке етіп турап алғандарыңыз дұрыс. Бұл менің ең сүйікті салаттарымның бірі, әр мерекеде және туылған күндерде жиі жасап тұрамын. Сіздерге де жасауға кеңес берер едім. Және де осылай барлығын турап алған соң, міндетті түрде осындай қызыл сары тәтті болгар бұрыштарында жіңішке етіп турап аламыз. Осындай түрлі түсті болгар бұрыштарын қоссаңыздар, салаттарыңыз одан да дәмді және де әдемі болып шығады. Қызыл түрінен де осылай алып, артық жерлерін алып тастайсыздар және де жіңішке етіп турап алатын боламыз. Одан соң қиярымызды да дәл осылай жіңішке етіп турап алатын боласыздар. Құрметті достар, қыз-келіншектер, егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Қазақ каналдардың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Содан соң помидорымызды дәл осылай жіңішке етіп, ұзынша жіңішке етіп турап алатын боламыз. Барлығын осылай жіңішке етіп турап аласыздар. Содан соң етпен қуырғанға пиязымызды да жіңішке етіп осылай турап шығатын боламыз. Міндетті түрде барынша жіңішке майдалап тураған дұрыс пиязды. Содан соң қалауларыңыз бойынша чеснокты да, яғни сарымсағымызды да осылай жіңішке етіп, ұзынша жіңішке етіп турап аламыз. Содан соң сәбізімізді осындай үкіштен өткізіп аласыздар. Барлығын осылай дайындап алдық. Енді етімізді кішкене қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде қызып тұрған майға етімізді салып, қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Содан соң пиязымызды салып, кішкене алтын түске енгенше қуырып алатын боламыз. Содан соң бір шай қасық томатымызды салып, кішкене ғана су құямыз еті піскенше. Көп құйдың қажеті жоқ, кішкене ғана құйсаңыздар жеткілікті. Бетін жауып 10-15 минутқа баяу отқа қалдыратын боламыз. Сол аралықта фунчузам лапшасын, яғни үлкенірек ыдысымызға салып, қайнаған суға осылай бұқтырып, бетін жауып бұқтырып қоятын боламыз. Міндетті түрде қайнаған суға құйып шығыңыздар. Осылай бетін жауып қалдырамыз. Міне біздің жаңағы етіміз пісуге жақындаған кезде сарымсағымызды осылай салып аламыз. Содан соң жаңағы дайындап алған сәбізімізді, түрлі түсті тәтті болгар бұрыштарымыздың барлығын салып, бұны пісірмейсіздер достар, кішкене ғана салып, қозғап, бір-екі қозғап, бір 2-3 минутқа бұқтырып қойсаңыздар жеткілікті. Қатты пісіп кетпеуі керек. Міне біздің фунчузамыз дайын. Дайын болған фунчузамызды салқын суға бір шайып аласыздар да, содан соң осындай ас үй қайшысымен осылай жаңағыда кесіп шығасыздар. Содан соң міндетті түрде жаңағы дайындап алған түрлерін, яғни осындай ыдысымызға салып аламыз фунчузаның үстіне. Содан соң ас көктерді қалауыңыз бойынша саласыздар. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Содан соң жаңағы чимчим, яғни приправасы осы фунчуза салатына арналған. Соны қосамын, бұл ерекше дәм береді бізге. Енді барлығын салып болған соң міндетті түрде жақсылап араластырып алатын боламыз. Осымен біздің фунчуза салатымыз дайын, өте тойымды, әрі көрінісі де әдемі. Барлықтарыңызға ас болсын достар, міндетті түрде жасап көріңіздер.